Мен Тендебаева Мақпал Нұрғалиқызы 1995 жылы туған 4 баланың анасымын. Қазіргі таңда менің жолдасымды 99-да бір адам өлтіруге оқталған деген баппен айыптап 9 ай бойы түрмеде ұстап, 106 бап 1-ші тармақпен 5 жыл бас бостандығынан айырып отыр. Біздің сотта ұсынған дәлелдемелеріміздің ешқайсысын негізге алмай, сот 5 жыл бас бостандықтан айырып отыр. Сот бір тараппен ғана өтті. Жала жауып қанымен қоймай 5 жыл түрмеге жазықсыз қамап отыр. Біздің ұсынған дәлелдемелеріміздің, біздің айтқан уәждеріміздің, біз ұсынған, біз тарапта болған куәгерлердің ешқайсының сөзін құлаққа алмай, назарға ілмей, сот үкім шығарып отыр. Біз қазіргі таңда апелляциялық шағым жазып, апелляциялық шағымның жауабын күтіп отырмыз. Мен 4 баламен қазіргі таңда өзім Тараз қаласында жалдамалы пәтерде тұрамын. Менің жолдасымды жала жауып отырғызып отыр. Ендігі мәселе, мен осы видеоны түсірудегі менің мақсатым Қуат Ахметовтың мен көмек сұрап қоғамдық резонанс туғызуға көмек сұрап түсіріп отырмын.